Жалғасы, жас кезінде қандай еді шіркін, кез келген жігітті ғашық қылатын қылығы бар еді. Құрбылары, сен сырт келбетіңмен ақ бір көрген жанды өзіңе тартып аласың деп бұған қызыға да, қызғана да қарайтын. Сырлы аяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді. Жас кезінде сұлу болғаны, тайға таңба басқандай анық көрініп тұрса да, жақсылықтың жүрегін сәндінің бота көздері енді жібіте алмайды. Біз фитнеске барсақ та, сен сияқты мүсініміз жоқ. Бұл да құрбыларының сөзі. Табиғат берген тал мүсіні, ажарлы келбеті болса да, күйеу бұны керексіз заттай етіп орта жолдан лақтыра салды. Сәнді айнаға әлі қарап тұр. Жақсылық пен толқынның бірге екені миының бір бұрышында шыбын сияқты ызыңдап тұрып алды. Маза бермейді. Күйеуім мені тастап басқаға кетті деген ой сәндіні мүжіп тастады. Жақсылық пен толқын бір апта бойы қос аққудай ләззат теңізінде жүзді. Ештеңе ойламады. Екеуінің де көздері бір-бірінен басқаны көрмеді. Толқынның 18 жасқа толған туған күнін әдемі мейрамханада өткізді. Үйге қайтар күн таяды. Жақсылық үйіне барғысы келмеді. Қасымда болғаныңды қалаймын жаным, деді толқынға. Онда әйеліңмен ажырас, деді толқын. Жақсылық бұндайды күтпеген. Ажырас деймісің? Деді сәл кібіртіктеп. Әрине, заң жүзінде ажырасып, маған үйленсең, дәл қазір дайынмын, деді толқын. Бірақ балаларым, деді де Жақсылық тілін тістеп отырып қалды. Көз алдына 4 баласы бірінен соң бірі келіп тұра қалды. Толқын өзгеріп кеткен секілді. Періштедей пәк қызды өз қолымен әйелге айналдырғаны рас. Жақсылық не дерін білмеді. Судың да сұрауы бар. Қонақ үйде өткен бір апталық ләззат түнінің есесін Жақсылық та, толқын да бірнеше есе етіп азаппен қайтаратындарын білген жоқ. Жақсылық үйге келгенде сәнді үндемеді. Ештеңе болмағандай шай тамағын дайындап беріп, өзі жұмысына жиналып кетіп қалды. 4 баласы да үйде жоқ екен. Жақсылық соқа басы сопайып жалғыз қалды. Есіне енді түсті. Балалары өсіп өніп, бірі мектепке, бірі колледжге, әйтеуір әркім өз өмірімен жан-жаққа кеткен екен. Қалай байқамаған? Балалары қай кезде өсіп кетті? Бұл қайда жүр? Жақсылық сонда барып бармағын тістеп, арзан қызықтың соңында кетіп, балаларына әке жылулығын бере алмағанын түсінді. Толқынды сүймей қалған тәрізді. Жас қыздың қызығы басылып қалған секілді. Бұрынғы өліп өшкен сезім жоқ. Толқын телефон шалып жатыр екен. Жақсылық жауап бергісі келмей телефонды тастай салды. Сәнді екеуі маңдай термен алған үйдің төбесіне қарап жатып, ұзақ ойланды. Сәнді, жанжарым, бәрін біліп, түсініп жүрсе де үнсіз. Одан да айғайлап ашуланғаны жақсы еді. Жақсылық сонда ғана өз әйелін жоғалтып алғанын түсінді. Мен не істедім, не істеп қойдым мен, деп селкілдеп жылады. Толқын әлі телефон шалып жатыр. Бір кезде барып алып еді, ар жағынан толқынның шаңқ еткен жағымсыз дауысы шықты. Өз дегеніңе жеттің, болды ма? Енді мен саған керек емеспін бе? Мен осылай шүберек сияқты лақтыра саласың ба? Деді толқын. Ақырын сөйле, не дейсің? Деді Жақсылық. Мен бәріне айтамын, мені бұзғаныңды жайып саламын. Маған үйленесің, болмаса өзі балың өзіңе, деді толқын. Апырай, адам өзгерем десе бір сәтте екен. Бұрынғы сызылып тұратын инабатты толқын жоқ. Жақсылық телефонды қабырғаға лақтырып жіберді. Телефон шытынап, еденге тарс етіп құлады. Жаза басқанын енді ұғынған еркек сәндіні іздеді. Жабыққанда жұбаныш, торыққанда тірегі болған жан жолдасын қатты қажетсінді. Алло, Сәнді? Күтпеген жерден қоңырау шалған күйеуінің әрекетіне Сәнді аздап таңғалып қалды. Қанша уақыттан бері күйеуінен қоңырау келмеген еді. Иә, деді салқын түрде. Сәнді, қайдасың? Деді Жақсылық. Не болды? Деді Сәнді. Сен маған керексің, деді ойнап жүріп от басқан еркек. Кешке ерлі-зайыптылар ұзақ сөйлесті. Бұрынғы Жақсылық қайтып оралғандай, бірақ Сәндінің жүрегі күйеуіне жабық еді. Өзіне жасаған опасыздығын әйел кешіре алған жоқ. Маған уақыт бер, деді Сәнді. Әзірге бөлек тұрайық, ойлануым керек. Жақсылық үндемей басшылық берді. Көзі жәутеңдеп, енді далада жалғыз қалған баладай әйеліне жалтақтап қарады. Осылайша бір шаңырақтың керегесі шайқалды. Толқын күннен күнге күшіне міне бастады. Қит етсе ажырас, мен саған тоқал болмаймын, заңда әйелің боламын, әйтпесе бәріне қонақ үйде не істегенді жайып салам деп айғайлап шығатын болды. Жақсылық қызды жыға танымаған екен. 18 жаста болса да кексе қатын сияқты деп толқыннан жирене бастады. Ақ некелі жары Сәндіні сағынды. Толқын оңай шағылатын жаңғақ болмай шықты. Бетпердесі ашылып, шынайы жүзін көрсеткен сайын Сәнді мен толқынның арасы жер мен көкті екенін ұқты Жақсылық. Ұқты да өкініштен өздегі өртенді. Сөйдеп жүргенде толқынның аяғы ауырлап қалды. Жақсылықтың енді қызға үйленбеске шарасы жоқ еді. Ел арасында сөз жата ма? Үшеудің арасындағы хикая жұртқа лезде тарады. Көргенде толқынды саусағымен нұқып қаралап кететін болды. 4 баланың обалына қалдың. Біреудің шаңырағын ортасына түсіріп бақытты болмассың,
деп бетіне түкіріп кеткендер де табылды. Халық айтса қалып айтпайды. Жақсылық шыдамады. Арада 2 жыл уақыт өткенде еркек екінші әйелінің қойнынан қашып шықты. Бұл уақытта Сәндінің жан жарасы жазылып, бойын қайта тіктей бастаған еді. Күйеуі ажырасам дегенде оңай келіскен. Өйткені кетем деген еркекті құрық салып байласа да ұстай алмасы анық еді. Тың-тың есіктің қоңырауы басылды. Сәнді кім болды екен деп асығыс басып есікті ашты. Қарсы алдында бұрынғы күйеуі Жақсылық тұр еді. Жүнжіп кетіпті. Бет-аузын сақал басқан. Қартайған секілді, бойы шөге бастапты. Жақсылық Сәндіні көргенде аузы ашылып тұрып қалды. Сәнді көктемде бір атқан бәшешектей құлпырып, сұлуланып кетіпті. Үстіне киген көйлегі өзіне қиып қойғандай жарасып тұр. Ботагөзі мөлдіреп, ерекше жылулық шуақ шашады. Үйдің ішінен әлдебір жылы леп еседі. Жақсылық Сәндіні қапсыра құшақтап, еңкілдеп жылағысы келді. Бірақ ар жақтан кім келген деген еркектің даусы гүр еткенде, Жақсылық төбесінен біреу мұздай су қойғандай кілт тоқтап қалды. Арғы бөлмеден бейтаныс ер адам шығып келе жатыр еді. Сәнді үйде жалғыз емес екен. «Мынау кім?» деді Жақсылық таң-тамаша болып. «Ал сен кімсің?» деді. Иығына 2 жігіт мінгендей. Денелі еркек. «Мен? Расымен кім?» Жақсылық Сәнді үшін енді тек балалардың әкесі ғана. Ал Сәндіге келуге қақысы жоқ. Ол құқықтан өз еркімен айырылған болатын. Ақ некелі жарын өз қолымен басқаға бере салыпты. «Не үшін келдің, Жақсылық? Балаларды көру үшін келсең, ешқайсысы үйде жоқ. Есіңде болса, әрқайсының телефондары бар, өздеріне хабарласып сөйлессең болады. Айтпақшы танысып қой, мына кісі менің күйеуім Елдос», деді Сәнді. «Не? Қашан тұрмысқа шығып кеткенсің?» деді Жақсылық өз құлағына өзі сенбей. «Сен үйленгенде менің де тұрмысқа шығуға қақым жоқ па?» деп жымиды Сәнді. Жақсылық далада отыр. Жалғыз. Басындағы бағын бағалай алмаған еркек сүйіктісін өзгеге қимады. Шіркін, уақытты кері айналдырсам, бұл қателіктің бірін де істемес едім. Жас иістен садаға кеткір, деп ойлады толқынның қытымыр мінезінен зәрезап болған Жақсылық. Қазақ кіммен қарайсаң сомен ағар дейді. Қатын жаман болса бұл жалғаның тозақ емес пе деп бұрынғы шалдар қалай дәл тауып айтып кеткен. Келін емес келсеп қой, әдесем дейді. Сәндіден артығы жоқ еді. Тәп-тәуір әйеліңнің қадірін білмедің балам деп кәрі шешесі де күнде құлақ етін жейді. Жақсылық есік алдына кешке дейін мөлиіп отырды. Ішімдік. Жан дертін тек ішімдік қана басар. Шырғалаңға тап болған еркек ащы суға сылқия тойып алып, екінші әйеліне бара жатты. Әңгіменің соңы.